Қайырлы күн, ұстаздар. Сіздермен ұстаз Кизет. Бүгін сіздермен квест ойынын 5-ақ минутта жасау жолымен бөлісетін боламын. Ең әуелі Google'дың SEO жолағына квест tutorial деп жазатын боламыз. Бірінші сілтемеге басып өтеміз. Мінекей біздің квест ойындар арнасы ашылды. Бұл сайттың бір жақсы жері, сразу параққа шығарып оқушыларға бере аласыздар, немесе ноутбуктарыңыз арқылы қосып көрсете аласыздар. Осы жердегі сөзді алып тастап, өздеріңіз оқушыларға записка немесе нұсқаулық жасап көрсете аласыздар, жазып қоя аласыздар. Және де оқушылардың жасын белгілеп кете аласыздар. Осы жердегі сары кнопканы басып, көптеген квесттерді шығара аласыздар 5-ақ минутта. Және де өзіңізге ыңғайлы сөздерді тапсырмаларға қоса аласыздар. Мысалы, сол деген жерді өзгертіп, өзіңіздің пәніңізге қатысты терминдерді жазып қойсаңыз болады. Келесі бізде инструкция бөліміне өтсеңіз, осы бас қатырғыштардың қалай ойналатыны және жауаптары белгіленген. Осы жерлерді оқып, оқушыларға нұсқаулықты түсіндіріп өте аласыздар. Өзімізге қажетті терминдерді жазып, немесе тақырыптарға байланысты сөздерді жазып, ойындарды құрастырып болғаннан кейін осы төмендегі батырманы басатын боламыз. Бұл жерде сіздер өздеріңіздің жасаған тапсырмаларыңызды распечатка жасай аласыздар, яғни шығарып алып оқушыларға ұсына аласыздар. Тағы да басқа варианттағы ойындарды құрастыру үшін төбедегі сары кнопканы басатын боламыз. Одан басқа тағы да қызықты ойындар жасап шығарып береді. Келесі бізде тек шығармай ноутбукпен ойналатын ойынды кнопканы басатын болсаңыз, осы жерде тек распечаткасыз ойындар шығатын болады. Және де возраст дегенге, яғни оқушылардың жас ерекшелігіне байланысты жазып шығатын боласыз. Осы жерге балаларға записка қалдыра аласыздар. Бүгінгі сайт сіздерге ұнады деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен ұстаз Кизет.